Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін табада қуырылған балық пен картоп рецептісін ұсынамын. Әрдайым осы рецептпен жасаймын, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге свежий балық қажет болады. Балықты тазалап, кішірек бөліктерге бөліп аламыз және дәміне қарай тұздаймыз. Мендегі балық алдын ала бөлініп, алдын ала тұздалған. Енді балықтың бөліктерін оңға аунатып, қызып тұрған майда жақсылап қызарғанша жан жағынан қуырамыз. Мінекей біз балықты қуырып алдық. Енді картопты тазалап, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Пиязымызды да турап дайындап аламыз. Картопымызға дәміне қарай тұз қосамыз. Жаңағы балықты қуырған табадағы майды құйып алып тастап, картошканы саламыз. Оның үстіне қуырылған балықты тізіп саламыз. Балықтың үстіне пиязды салып, 200 мл су құйып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Құйған суымыз тартылып, дайын болғанша бұқтырамыз. Мінекей достар, тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Картопқа балықтың майы сіңіп, дәмі ерекше дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен әрдайым осы рецептті қолданамын. Егер сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.